Барлықтарыңа сәлем достар. Сіздермен бірге мен Турбо Қазақ және де бүгін біздер Lucky Block режимін ойнайтын боламыз. Яғни біз өзіміз Lucky Block болып ойнайтын боламыз. кеттік. Түсінгеніңіздей достар, бұл Steel Brainrot режимі сияқты, бірақ бұл жерде біз Lucky Block'тарды және Brainrot'тарды алмаймыз, ал бізді әртүрлі игроктар Lucky Block ретінде алатын болады. Қазір сендерге көрсететін боламын. Осы жерге келеміз и осылай өтеміз. И көргеніңіздей бізде Lucky Block болып кеттік. И біздің артымыздан осындай персонаждар жүгіріп, и осындай қазір көресіңдер, Brainrot ұтатын боламыз. И бізге қандай Brainrot түседі? Cocofanto Elefanto Brainrot түсті. Көрдіңдер ме достар? Міне, осылай базаға алып кетеміз және өздеріміз Lucky Block болып Brainrottарды алып жүретін боламыз. Так, бұны достар, осы Brainrotты біздер осы жерге қояйық деп шешейік, міне. И бұл бізге $10 секундына алып келеді екен. Давайте сразу левелін көтеріп жіберейік максимально. 4-ші уровеньге дейін көтеріп тастадық. Енді бұл секундына $25 алып келеді. Так, бірінші Brainrot'ымыз Cocofanto Elefanto. Достар, осы видео басталмас бұрын өтініш, осы видеоға лайк басып және комментарий қалдырып кетейік и каналға тіркеліп кетейік. Егер де осы видеоның астында 100 лайк жинайтын болсақ, мен сендерге робоксы ойнататын боламын. Кеттік. Так, достар, біздер уже $900 алып кеттік жап-жаңа. Енді біздер магазинге кіріп, өзіміздің штангамызды сатып алайық, яғни күшімізді көтеру үшін осындай бізге затты сатып алу керек. Бізге $2000 керек. Strawberry Dumbbell деген сатып алу үшін, бұл бізде клубника штангасы. Бұл үшін бізге $2000 керек. Қазір бізде $1600. Әзірше тағы да бір Brainrot'ты алып қайтсақ болады. Кеттік, жүгір, давай. Ей, мұны қайтадан жетіп алды бізге. Мұны қайтадан бізге жетіп алды. Бізге ары қарай бару керек. Қымбат Brainrot'тарды алу керек бізге. Қайтадан Cocofanto Elefanto түсті бізге. Бұл арзан Brainrot, енді басқа бізде амал жоқ. Әзірше осыны қоя тұрамыз. Так, магазинге келеміз и Strawberry Dumbbellды сатып аламыз және біздер қазір осылай көтеретін боламыз. Мынаны қараңдар. Көрдіңдер ме? Бізге күш қосылып жатыр. Міне, осылай екі есе дамытуға да болады. Қазір көретін боласыңдар бұның айырмашылығы неде екенін. Так, достар, 200 спидке дейін жеткізіп тастайық және жүгіретін боламыз. Болды достар, 200-ге дейін жеткізіп тастадық. Енді біздер кеттік. Жүгіреміз. Давай. Енді бізге нуб жете алмайды. Жете алмайды. Бірақ мынау деген жаман тез ғой кәдімгідей. Фармер дейді. Бірақ бұл кәдімгідей тез екен. Қайтадан бізге Cocofanto Elefanto түсті. Йо-майо. Неге қайтадан Cocofanto Elefanto түсті бізге? Так, бұны достар қай жерге қойсақ болады? Бұны біздер дәл осы Cocofanto Elefantoның қасына қояйық. Мынаны қараңдар достар. Осылай штанганы көтеріп, скоростьті көбейтіп және осылай ұшуға да болады екен. Біздің басымыз аяғымыздың астында тұр. Бұл қалай болғаны? 300 скоростьқа дейін жеткіздік. Енді кеттік, тағы да көрейікші достар. Давай. Жүгір, давай. Мына фермер қайтадан жетіп алады бізге. Йо-майо. Көрдіңдер ме, мына үстімізде бізге көрсетіп тұр. Жасыл түс, көк түс, розовый түс. Бізге осылардан қашу керек. Бізге осы максимальный уровень жету керек. И бізге қазір балерина капучино түсті достар. Ойбай, мұны қайтадан басталып кетті, байқамай достар. Мұны қайтадан басталып кетті. Бізді қайтадан фермер алып кетті. Қазір бізге не түседі? Бізге қазір қайтадан Cocofanto Elefanto түсті. Cocofanto Elefanto. Так, достар, бұларды біздер мына жерге қояйық, Cocofanto Elefantоны. Так, достар, енді бізде 5 Brainrot бар, 1 балерина капучино және 4 Cocofanto Elefanto бар. Бізге негізі осындай Brainrottар болса жақсы болар еді, бірақ қымбат Brainrottар сияқты ғой өте. Барымен шүкір етейік, достар, осымен ақшаны ала тұрамыз әзірше. Так, келесі біздің сатып алатын штанганы сатып алайық. Бұл бізде, яғни ағаштан жасалған уже. Көріп тұрсыңдар ма? Қараңдар. Как көрсететін болам? Ағаштан жасалған. Үлкен, мұнау кәдімгідей үлкен бізде. Так, скоростьті көбейтеміз. Давайте қазір 1000-ға дейін жеткізе аламыз ба, достар? 1000-ға дейін жеткізіп көрейік. Мүмкінше 1000-ға дейін жеткізіп көрейік және де жүгіретін боламыз. Так, болды достар, 1000-ға дейін жеткіздік. Енді кеттік, ұшамыз. Давай. Ешкім жете алмайтындай. Мына фермер, қайтадан жетіп алды. Мынау жете береді бізге. Мынаның түрі қорқынышты екен енді, шынымен, бірақ фермердің. Бізге кім түсті? Бізге Gangster Futurita түсті. $60 секунддан, достар. Так, достар, Cocofanto Elefantоны біздер, Gangster Futuritаны біз осы жерге қояйық және сразу
уровень көтеріп тастайық максимально. 457 доллар алып келеді енді бұл секундына бізге. Так. Достар, не істесек болады? Әзірше давайте тағы да скорость. Ойбай, достар, ивент басталды. 1x1x1 дейді. 1x1, 1x1, 1x1 дейді. Так, әзірше достар, қайтадан качаться етейік, мықты болайық, күшімізді жинап алайық. Яғни күш жиналған сайын бізде скорость өседі, достар. Жылдамдығымыз өседі. Жылдамдығымыз өссе, бұл значит біздер ана бізге ар жаққа дейін жету керек қой. Көріп тұрсыңдар ма ана үлкен тронды? Мынау, мен сендерге мышкамен көрсетіп, осыған дейін бізге жету керек, достар. Бұл не деген алыс жер енді бірақ. Біз өзіміздің жылдамдығымызды 2600-ға дейін жеткіздік. Енді көрейікші, достар. Мүмкін қазір бізге мына фермер жете алмай қалатын шығар. Жете алмай қалды. Бірақ бізге мынау деген, мафия деген өте тез жетіп алды. Бірақ мафиядан не түседі екен бізге? Мафиядан бізге капучино ассасино түсті, достар. Капучино ассасино 175 доллар секундына алып келеді. Ойланыңдаршы, 175 доллар секундына. Так, сені досым мына жерге қояйық. И сразу уровень көтеру керек бізге, достар. Максимально уровендерін көтеріп тастау керек. Максимально нешінші уровенге дейін бара аламыз? 11-ші уровенге дейін апарып тастадық. И және бізге ол 2900 доллар секундына алып келеді. Так, достар, біздің қалтамызда уже 65 мың доллардай бар. Так, мыналардың уровендерін көтерейік. Досым, сенікін осыншама көтеріп тастайық. Енді қанша ақшамыз бар? Енді тағы да көтерсек. Енді көріп тұрғаныңыздай, гангстер футурита бізде секундына 4000 доллар алып келеді. Ал капучино ассасино бізде 3600 доллар алып. Күшті ма? Әрине күшті, достар. Комментарийге де жаза кеттің. Ұнай ма осы режим? Әлде ұнамай ма? 148 мың доллар бар бізде. 148 мың долларға не сатып ала аламыз? Көрейікші, достар. Бізде Gear Dumbbell деген бар. Ол 150 мың доллар тұрады екен. Соны сатып алу керек бізге. Бұл деген басқа штанга уже қымбатырақ. Соны сатып алайық, ақшамызды алып алайық және кет. Так, достар, міне бастық және сатып алдық. Так, мына достар, мына магазинде не бар екен бізде? Fiery Lucky Block. Мына жақта Lucky Block'тар түрі бар екен. Player Skin бұл жерде кәдімгідей удача береді екен. Мысалға қараңдар, бізде қазір мынандай обычный скин тұр. Міне көріп тұрғаныңыздай біздің басымыз осындай. Бірақ біз мынаны сатып алсақ 250 мың долларға. Удачамыз көтеріледі. Яғни екі есе жақсы табатын боламыз. Қазір көрейікші ал. Давай, соны сатып алайық. Болды. Көріп тұрғаныңыздай, енді бізде сары түсті алтын Lucky Block. Так, кеттік. Качаться етейік, достар, качаться етейік. Енді көріп тұрғаныңыздай, мына штанга кәдімгідей бір манағына қарағанда бізде болған ағашқа ұқсаған. Мынау кәдімгідей үлкен екен. Мына 10 мыңға дейін жеткізіп тастайық және 3-ші уровенде өте аламыз деген ойдамын. Кеттік. Итак, достар, біз уже даже 10 мыңнан асып кеттік және 12 мыңға тамаңдап. Енді қайтадан жүгіретін боламыз. Кеттік. Давай. Бізге фермер жете алмайды. Ал бірақ мафия жетті бізге, достар. Мафия жетті. Мойындай. Кішкентай қалды. Так, бұдан бізге Удиндиндон түсті. Бұл Steel Brainrot режиміндағы ең күшті Lucky Block деп ойлаймын. Brainrot. Так, бұны біздер мына жерге қояйық, достар. Және максималды түрде уровень көтеріп тастайық қазір сразу. Так, көтеріп тастайық сен, досым, сені де көтеріп тастайық. Сені де көтеріп тастайық. Максималды түрде осыларды көтеріп тастадық. Бұлар енді бізге қараңдар. 6800 доллар секундына, 8700 доллар секундына және 7800 доллар секундына. Үшеуі де қымбат Brainrot, негізі шыны керек. Так, тағы да көтерілейік, осылай качаться етейік, достар. Қараңдар, даже секіруге болады екен. Кәдімгідей бір түрлі көрінеді, бассыз. Lucky Block бассыз. Басымыз жерінің астында тұрған бір түрлі көрінеді екен. Так, достар, 15 мыңға жеткіздік. Енді жете алмайды деген ойдамын. Енді бізге жете алмайды деген ойдамын. Так, давай, мафияны өттік, бірақ мына Гренни деген жаман тез ғой, кәдімгідей. Жаман тез ғой. Көрдіңдер ма жаңа қалай бізге жеткен? Так, Ракони Ватермелине дейді. 500 доллар секундына. Так, анау Грани деген кәдімгідей тез екен, Гренни. Так, кеттік, досым, сені мына жерге қояйық. Ақшамызды жинап алайық және сені дамытайық. Максималды түрде сені дамытайық. Болды. Енді бізде Ракони Ватермелине 35 мың доллар секундына алып келеді. Ойланыңдаршы, достар. Так, ақшамызды жинап алайық, достар. 1,5 миллион ақшамыз бар почти. Енді тағы да бір зат көрген сияқтымын мен. 1 миллионға Nuclear Dumbbell дейді. Мынау деген что-то бір атомный бір зат сияқты. Қараңдар, радиация деген естіңдер ма, достар? Мынау радиоактивный бір зат сияқты бочкалар бар ғой, кәдімгідей бір заводтарда. Әртүрлі бір банкалар болады, ішінде әртүрлі кислота болады. Соған ұқсайды екен мынау. Так, достар, біздің қазіріміз скоростіміз 32 мыңдай, 50 мыңға дейін жеткізіп тастайық және келесі жүгіретін боламыз. Так, достар, 50 мыңға дейін жеткізіп тастадық және
және жүгіреміз. Ана Lucky Block деген жаман тез өтті ғой, кәдімгідей. Гренни бізге жете алмайсың? Жоқ, Гренни қайтадан жетті бізге, достар. Гренни бізге қайтадан жетті. Өкінішке орай бұл бізге жете береді. Триппа дейді. $325 секундына. Бірақ мынау Гренни жаман тез жүгіреді екен шынымен, достар. Маған қазір тез жетіп алатындай болып тұр ғой. Так, ақшамызды жинап алдық. Енді бізде 5 миллион ақшамыз бар, достар. Ойланыңдаршы, 5 миллион. Так, келесі біздің мақсатымыз мына фризи блокты сатып алу. Бұл көріп тұрғаныңыздай 10 миллион тұрады, достар. 10 миллион. Кешіріңдер, достар, Кокофанто, Элефанто, сендерді біз сату керекпіз, себебі сендердің алып келетін ақшаңыз өте аз. Балерина, капучино тоже кешір, досым. Бірақ сендердің барлықтарыңды сату керек. Так, сататын жер қай жерде бізге? Брейнротты қай жерден сатуға болады, достар? Болды. Саттым, достар, саттым. Уайымдамаңдар, мен енді көрдім бұны. Так, қазір 10 миллион ақшамызды жинап алайық и болды. Кеттік, фризи Lucky Block сатып аламыз. Юху, достар, міне кәдімгідей сап-салқын бір Lucky Block сияқтымыз, бір мұздан шыққан Lucky Block. Так, кеттік, қайтадан скоростымызды көбейтейік, достар, күшімізді жинап скоросты көбейтейік. Қазіргі біздің мақсатымыз, менің ойымша қазір біз 70 мыңға жетсек, мына Гренниді өтуге бізде шанс, менің ойымша солай. Так, достар, 70 мыңға жеттік, енді кеттік, достар, ұшамыз. Давай. Гренниді өту керек, Гренни. Туй, қайтадан бізге жетіп алды мына Гренни. Не деген сен әжесін сондай бізге тез жетіп алады. Та-та-та-та сахур дейді, та-та-та-та сахур мен қашамыз. Болды, та-та-та-та сахур біздікі. Мына Кокофанто, Элефантолар неге нәқіп тұр бізде? Нәқіп тұр бұлар бізде. Қалай сатамыз бұларды? Мен түсінбей тұрмын мен. Қай жерде сататын еді, мен түсінбедім. Немесе фьюз машинге салып тастасақ болады. Осы жерге салып тастап, и басқа бір брейнротты алуға мүмкіндік бар бізде. Таптым, достар. Оказывается, біздің үстімізде тұр екен баз sell деп. Sell деген сату, баз деген базамыз, buy деген сатып алу. Ал sell деген сату. Так, достар, қараңдар, кеттік, енді жүгірейік, қайтадан жүгірейік. Енді бізге Гренни жетіп алмаса екен. Ой, бізге жетей берді ғой, мына бабушка, мына дедушка бабушка. Бізге рушини ватермелени түсті. Қайтадан кеттік, қашамыз, достар, қашамыз. Так, бұны біздер, достар, мына жерге қойайық, ақшамызды жинап алайық және осы жерге қойайық. Так, достар, біздің брейнроттарымыздың уровень көтерейік. Ракуни ватермелени түсті бізге тағы да. Бұны біз осы жерге қойайық және кеттік, көтерейік, достар. Так, сені максималды түрде қаншаға дейін жеткізе аламыз? Давай көтерейік, сені де көтерейік. Сендер барлығы бізге керексіңдер. Сені де көтерейік, достар. Так, сені де көтерейік. Болды. Максималды түрде ақшамыз бар болғанша көтердік. Енді тағы да көтерсек болады. Гангсто футуританы көтерейік біздер, достар. Енді бізде әр қайсысы $30,000 кемі алып келеді. Секундына кемі алып келеді. Бұл деген өте күшті статистика. Так, мынаны да көтерейік, достар. Капучино ассасиноны әдейі көтердім. Себебі бұлды да біздің күшті кентіміз, біздің күшті досымыз. Бұны да біздер көтеру керекпіз, достар. Так, болды. Соңғы рет көтерейік. Кімді көтерсек болады? Давай. Удин-дин-дин-дон. Сені көтерейік, досым. Себебі сен өте аз ақша алып келеді екенсің. $30,000. Қалғандары мысалға $37 мың, $70 мың алып келеді. Ал сен болсаң өте аз алып келесің. Жақсы, достар. Кеттік. Ары қарай бізде қандай тағы да штанга сатып алуға болады? Келесі бізде 7 миллион тұрады. Одан кейін 35 миллион тұрады. Қазір біздер 7 миллион жинап алайық. Болды, жинап алдық. Так, 7 миллионға сатып алдық. Енді бұл бізде бір сыйлық сияқты. Шынымен сыйлыққа ұқсайды екен, достар. Байқадыңдар ма? Новый годта бар ғой, жаңа жылда бір Санта алып келеді ғой сыйлықтар. Дәл сондай екен. Так, достар, көріп тұрғаныңыздай бізде уже 270 мың скоростымыз бар. Қазір 300 мыңға дейін жеткізіп тастайтын боламыз және қайтадан жүгіретін боламыз. И осы ретте Гренниді өтеміз деген ойдамын. Так, жүгіреміз, өтеміз, ұшамыз. Мына. Так, өттік Гренниді, достар. Гренниден өттік, бірақ ковбойға ұсталып қалдық. Бірақ дым мұңаймаймыз. Главное, біздер Гренниді өттік. Мынау деген кәдімгідей тез жүгіреді екен, кәдімгідей бір ит сияқты қуалап кетір ғой. Так, Фриго Камело, сені мына жерге қойайық, досым. Және максималды түрде сенің уровенін көтеріп тастайық сразу же. Күте тұрың, достар. Немесе так, 35 миллионға
Donut Dumbbell деген сатып ала аламыз. Йо, мынау деген кәдімгідей уже бір донат деген білесіңдер ма не екен достар? Бұл пончиктер. Ата-аналарың пісіретін шығар пончиктер. Осындай күшті пончик. Мен 6 жасымда болған кезімде анашым маған осындай күшті пончиктер пісіріп беретін еді, өте дәмді болатын еді. Қайтадан ақшамызды жинап алайық және де біздің жаңа келген брейнротымызды көтерейік. Досым, давай 20 уровеньге дейін көтеріп тастадық. 20 емес, даже 21. Енді бұл бізде $243,000 секундыны алып келеді. Йоу, кәдімгідей көп алып келеді екенсің. Тағы да ақша жинап алайық и тағы да бір көтеріп жіберейік сені. $304,000 секундыны алып келеді. Так, әзірше давайте достар, қазір біз 1 миллион скоростьқа дейін жеткізіп тастайық. 1 миллионға жеткізгеннен кейін тағы да бір брейнротты өтуге болатын сияқты. Себебі менің скоростым кәдімгідей үлкен болайын деп тұр. Көрейікші достар. Қазір тағы бір рет басайық и болды. Кеттік. Ұшамыз достар, ұшамыз. Жаңағы жоқ, ковбойды өту қиын екен достар. Ковбойды өту қиын екен. Біздің мақсатымыз осы ең соңғы уровеньге дейін жету достар. Бүгінгі мақсатымыз ең соңғы уровеньге дейін жету. Мынау кәдімгідей ковбой. Кет бар ковбой. Ойбай, шошып кеттік қой, мына ковбой жетіп ала ма деп. Сені мына жерге қояйық досым. Сені мына жерге қояйық и тағы да көтерейік сені. Сені көтерейік уровеньді. Максималды түрде қаншаға дейін жете аламыз. Енді бұл бізде $411,000 секунд алып келеді. Йо-майо достар, кәдімгідей бір сендерді жайлап алып сатай берейік достар. Себебі сендер ақша өте аз алып келетін болыпсыңдар. Бізге тек қымбат брейнроттар керек. Так, мына бар брейнроттарды біз сатып тастайық достар. Sell ал деген басамыз и кеттік. Тағы да брейнроттар алайық. 1-2 тағы да брейнрот алайық. Осы жаңағы уровеньнен Candy Event басталды дейді. Candy Event. Мен білмеймін бұл не ивент екенін, бірақ бір ивент басталды дейді. Та-та-та-та сахур дейді. Void түрі бұл бізге керек, себебі бұл $2,000 секунд алып келеді. Бірінші уровеньде ол өте күшті. Can I have one brain rot дейді. Давай берейік саған досым. Қайсын берсек болады бұған? Мынаны берейікші. Давай, берейін ба? Мә, ал, саған бір brain rotты өзім тосын сый қылып берейін. Болды. Ұста дос. Болды достар, біз қайырымдылық қорын жасадық, бір брейнротты бердік. Енді өздеріміздің брейнроттарымызды көтерейік достар, максималды түрде. Сені көтеріп тастайық досым. Болды. Енді бұл бізде 1 миллион секундыны алып келеді. Йо-майо достар, 1 миллион. Та-та-та сахур, $1 миллион секундына. Так, келесін көтеріп тастайық. Бізде қандай тағы да бар? Тағы да бізде қандай бар? Так, та-та-та сахур бар. Бұлар бірақ аз алып келеді. Бізге void түрі түсті. Void деген өте күшті, яғни үлкен ақша алып келеді. Жаңа айтқанымдай. Кет. Грэнни жете алмады, бірақ бізге қайтадан ковбой жете алады. Ковбой бізге жете алады и бізге Candy Frigo Melody түсті. $1,900. Бұл да өте күшті көрсеткіш достар. Қазір бұл да күшті бізге ақша алып келетін болады. Қазір көрсететін боламын. Так, сенің ойбай, орындарыңды алмастырып алдым. Кешіріңдер достар. Так, сені де көтерейік максималды түрде. Сені де көтеріп тастайық. Енді бұл бізге $793,000 алып келеді. Көрдіңдер ма достар? Почти 1 миллион. Бұл өте күшті көрсеткіш. Так, достар, соңғы тағы да бір брейнрот алып қайтайық. Ковбойдан уже қайтадан күшімізді көтеретін боламыз. X2 дейді. X2 көрейік. X2 удачамен не түседі бізге? Frigo Camelo Legendary. Так, кеттік. Осыны алып қашайық мұны. И бұны біздер достар қай жерге қоямыз? Бұны біздер осы жерге қоямыз. Так, ақшамызды жинап алайық және қайтадан Frigo Cameloны көтерейік максималды түрде. Болды. Бұл Frigo Camelo бізде енді $744,000 секундын алып келеді. Так, досым, сені тағы да көтерейік. 1,6 миллион алып келесің. Енді йо-майо, кәдімгідей бір қымбат брейнрот болып кетті ғой шынымен де. Ойланыңдаршы, 1,600,000 секундына алып, 1,600,000 секундына қаншама ақша бұл? Енді 2 миллион секундына алып келеді. 2 миллион. Так, достар, енді не істейміз? Ендігі мақсатымыз қазір достар $400 миллион жинап алайық и лава блок сатып алатын боламыз. Әзірше скоростымызды көбейтейік достар. Так, достар, мен қайтып оралдым және бізде 3 миллион скорост бар. Қазір біздер ақшамызды жинап алайық. 400 миллион жиналды. Және де қазір біздер лава блок сатып аламыз. Кеттік достар, лава блок. Енді біздің удачамыз 4 есе көп. 4 есе удачамыз көп болады. Достар, енді біздер ақшамызды жинап алайық тағы да. И келесі қандай брейнрот бар, көрейікші. Ойбай, брейнрот штанга 200 миллионға сатып алайық. Pancake Dumbbell деген, наңғараңдар, Pancake. Pancake деген не екенін білесіңдер ма достар? Кафешкілерде сатады ғой Pancake. Ұшамыз. Енді бізге жете алмайды деген ойдамын ковбой. Ай, жоқ, қайтадан жетіп алды достар бізге. Ковбой бізге жете беретін сияқты. Бізге бұны өту керек. Бірдеңе қылып, мен білмеймін қалай өту керек болатын. Орангутини ананасини дейді бізге. Legendary Candy деген түсті. Орангутини ананасини. Сені бос жерге қояйық досым. Ақшамызды жинап алайық. Сені де максималды түрде көтеріп тастайық.
нешеге дейін көтере аламыз сен? Так, 27 уровень дейді. И бұл бізге 1,8 миллион алып келеді секундына. 1,8 миллион. Өте жақсы көрсеткіш. Сені де көтеріп тастайық. Сен бізге енді тоже 1 миллион алып келеді бізге. 1 миллион өте күшті көрсеткіш достар. Болды достар. Енді бізде Татата Сахур 3 миллион доллар секундына алып келеді. Мен 30 уровеньге дейін көтеріп тастадым. Менің ойымша қазір бізге ақша керек емес. Ақша бізге әзірше керек емес. Брейнроттар да бізге керек емес. Бізге скоростьті көбейту керек. Себебі біздер әлі өте көп уровеньді өте алмай тұрық. Сондықтан қазір скоростьімізді максималды түрде 10 миллионға дейін жеткізіп тастайық и мен қайтып оралатын боламын достар. Так, достар, біздер 13 миллион скоростьке жете жаздадық. Қазір біздер осыны жеткіземіз и болды достар, жеткіздік. Енді бізге ковбой жете алмайды деген ойдамын достар. Ұшамыз, давай. О, Грэмми бізге жете алмады. Өттік достар, прикиньте. Өттік, біздер уже жақындап қалдық, ортасына жақындап қалдық. Так, бізге мами түсті. Мами деген білмеймін енді не екен. Флура түсті. Мұны бірақ артымыздан тез жүгіреді екен. Флура. Сені біз мына жерге қоямыз, досым. Сені осы жерге қоямыз және сені қазір сразу же дамытатын боламыз. Максималды уровеньге дейін. Нешінші уровеньге дейін дамыта аламыз, сонша дамытамыз. Болды, енді бізде Флура 4,5 миллион доллар секундына алып келеді достар. Кеттік, тағы да өтейік, себебі біздер брейнроттарға жетіп атырық. Мамиге дейін қайтадан қазір жететін боламыз. Ковбой бізге жете алмайды, бірақ мами жетеді. Мамиге жеткеніміз жақсы, себебі бұл күшті брейнроттар береді бізге. Қазір көреміз. Орангутини, ананасини дейді. Керек емес, бұл керек емес. Бұл арзан брейнрот бізге керек емес. Бізге қымбаттау керек. Жаңағы бізге түскен брейнрот сияқты қымбат брейнрот керек. Давай, мами жетіп ал, енді бізге қымбатын берші, пожалуйста. Қымбатын. Міне, Фрула деген жаңағыдай түсті, бірақ бұл бізде күшті ақша береді, сондықтан бұны біз алып қаламыз. Көріп тұрғаныңыздай бір 4 миллионға дейін жеткізуге болады, спокойно. Алмай 4 миллионға дейін жеткізіп тастауға болады, как көрейік. Қазір жеткізіп тастайық бұны. Кеттік досым, сені де көтеріп тастайық, сен бізге керексің. И сен бізге 2,9 миллион алып келесің. Нормально достар, жақсы. Тағы да бір басып жіберейік. Енді 3,6 миллион алып. Күшті достар, күшті. Так, мыналарды да көтеріп тастасақ болады. 2,5 миллион десек күшті, вообще күшті. Так, сені де көтеріп жіберейік. Енді сен бізге 1,6 миллион алып келесің. Так, достар, әзірше тағы да скоростімізді көтере тұрайық, себебі біздің скоростіміз әзірше жетпей тұр. Бірақ магазинге кіріп қарап жіберсек болады. Frozen Dumbbell дейді. Бұл бізде нубик штангасы. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде нубиктер көріп тұрғаныңыз. Қараңдар. Нубиктер, шынымен нубиктер. Бұл бізде 1,5 миллион тұрады. 1,5 миллионға дейін жеткізу үшін бізде так ақшамыз әзірше жетпейді. Әзірше 675 миллионымыз бар. Бұған жету үшін өте көп ақша керек сияқты менің ойымша. Әзірше солай. Онда күте тұрайық достар. Қазір біздер 1,5 миллион жинап алайық и біздер сатып алатын боламыз. Так, достар, мен қайтадан оралдым. Біздер 24 миллионға дейін почти жеткіздік. Так, енді біздер Dumbbell деген сатып аламыз. Бұл бізде 1,5 миллион Frozen Dumbbell деген нубтың Dumbbell'ы. Мынау кәдімгідей мұз екен. Қараңдар. Шынымен мұз екен, көрдіңдер ме? Әп-әдемі екен. Жақсы, досым. Күте тұр. Ақшамызды қайтадан жинап алайық достар. 2,3 миллион бар. Және де басқа бір тағы да Lucky Block көрген сияқты едім. Бұл деген глич 15 миллион тұрады екен. Одан да қымбат екен. Жақсы достар. Так, әзірше осыны көтере тұрайық. Әзірше осы біз штанганы көтере тұрайық и 30 миллионға жеткізіп қазір, даже одан да көп жеткізуге болады менің ойымша. 35 миллионға дейін жеткізіп көрсек те болады. 35 миллионға дейін жеткізіп және келесі уровеньге дейін жете аламыз деген ойдамын. Жеткіздік, енді кеттік, ұшамыз достар. Авторанды басамыз и кеттік, давай. Жете алмайтындай, қайтадан жетіп алды. Мами қайтадан бізге жетіп алды. Өкінішке орай бізге мына мами жете беретін болыпты достар. Так, орангутини, ананасини түсті, бізге енді амал жоқ, бұны алып кетеміз. Қайтеміз енді. Алып кетеміз, керек бұл бізге. Так, сені досым мына жерге қояйық. Осы жерге қойдық оны. Достар, менің ойымша бүгін біздер осы келесі уровеньді өтейік, жаңағы мамиді өтіп кетейік и қалған жарты уровеньін келесі видеода түсіретін боламын достар. Яғни қазір біздер жартысын өтеміз осы видеода. Жарты 6 уровень. Біздер 6 уровень ба, нешеуін өттік? Қарайық, санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уровень өттік. И келесі 6 уровеньді келесі видеода жалғастыратын боламыз достар. Так, әзірше қайтадан ақшамызды жинап алайық достар и уровеньдерін көтеріп тастайық максималды түрде. Так, сені көтеріп тастайық максималды түрде. Орангутини, ананасини. Бұл бізге керек брейнрот. Бұл енді 2,6 миллион алып келеді секундына. Әзірше достар, мақсатымыз қазір 100 миллионға дейін жеткізіп тастайық. Скоростьті 100 миллионға дейін жеткізіп тастайық и келесі жүгіретін боламыз.
Достар, біз қайтадан оралдық. Біздің скоростіміз уже, жылдамдығымыз 100 миллионға жете жаздады. Қазір уже кішкене қалды, 1-2 миллиондай қалды. Болды достар, 100 миллионға дейін жеттік. Қазір ақшамызды қайтадан жинап алайық. Осы жиналған ақшаға не жетеді екен көріп жіберейік. Әзірше көріп жіберейік. Так, мына жақтан әзірше дым жетпейді. Мына жақтан ше, бір зат жете ме екен? 10 миллион тұратын рокет дамбел сатып алу керек. Кеттік, онда ұшамыз достар. Енді мамиді өте аламыз деген ойдамын. Ойбай, мынау не? Ойбай, зәт мынау қандай режим? Мынаны қараңдар достар. Бір режимге кіріп кеттік. Мен білмеймін мынау не режим екен. Бірақ біз кіріп кеттік. Генобайт дейді. Бұл не бізде? Мынау не? Мәссаған. Мынаны қараңдар. Достар, мынаны қараңдар. Бомбардиро Шромодилы дейді. Мен түсінбедім достар. Күте тұрыңызшы. Мен что-то түсінбей тұрмын. Мынау бізге бомбардиро Шромодилы дейді. Бірде 3 миллион алып келеді. Ойбай, көрейікші. Неше алып келеді? Бұл бізде 152 миллион секундына алып келеді. Достар, мынау қалай болғаны сонда? Кеттік, қайтадан өтеміз. Мынаны қараңдар достар. Мынау бір күшті режим сияқты. Бізге қазір ивент сияқты, ивент. Достар, бұл ивент екен. Сіздер көріп тұрсыңдар ма? Оң жақ астымызда көрсетіп тұр. Бұл бізде ивент. Яғни бізге осындай дино баз қазір күшті бізге әртүрлі брейнроттар беретін болады. Қымбат брейнроттарды беретін болады. Қайтадан сол түсті. 1,3 миллион. Өте күшті досым. Онда үлгеріп алып алайық қазір достар. Үлгеріп алып алайық. Қазірше 2 минутқа уақыт қалыпты. 2 минут уақыт қалыпты. Давайте тез кеттік. Динобайт, ойбай, фейл етті. Не болып қалды бұл сонда? Үлгермей қалдық па? Қалай болғаны? Жақсы достар, дым ренжімейміз. Балерино Лолоны біз қайтарып берейік. Бұл бізге керек емес. Қайтадан өтейікші достар. Давай, өтініш өтейікші. 40%, что біз өтеміз бұны. 40%, 60% бен өте алмаймыз деген ойда. Қазір көресіңдер достар, қайтадан түсіндіретін боламын. Қараңдар, 40%, что біздер осы режимге өте аламыз. Жоқ, қайтадан өте алмай қалдық. Жақсы, онда қазір қайтадан өтетін боламыз. Мына брейнроттар әзірше бізге керек емес, себебі жаңағы уровеньді бізге өту керек. Алайда бір зат қылып өту керек. Енді өтейікші досым. Қайтадан өтпей қалдық. Қалай бұл бізге? Неге бізге соншама не везет? Не везет? Мен соны түсінбей тұрмын. Так, қайтадан өлеміз и қайтадан жүгіреміз. Бізде 1 минут уақытымыз қалды. Текші. Өттік достар. Так, кеттік. Жүгіреміз, секіреміз. Главное, мына кактусқа өліп қалмасақ болды. И үшінші брейнроттымызды алатын боламыз қазір. Так, давай, алып кет бізді досым. Аха, молодец. Енді бізге бір қымбат брейнрот бер жіберші. Қымбат. Опа. Пиксель шанур дейді. Пиксель сахур дейді. Пиксель сахур. Так, сені досым, мына жерге қояйық и кеттік. Тағы да шансымыз бар, себебі 30 секундтай қалды. Давай. Жоқ, өте алмай қалдық. Қайтадан жақсы. Так, мамиден қайтадан күте тұрамыз. Так, мами, давай өлтіріп таста бізді. И кеттік. Тағы да жүгіреміз. Срочно керек бізге. Қайтадан өте алмай қалдық. Жақсы, біздің соңғы мүмкіндігіміз қалды, себебі қазір 15 секундтай қалады. Так, мами, бізді тез өлтіріп тасташы досым. Өлтіріп тасташы. Болды, соңғы попытка. И өттік достар. Соңғы попыткадан өттік. Так, болды, кеттік. Жүгіреміз. Давай. И давай. Соңғысы өттік. Так, бізге қымбат брейнрот бер жіберші досым. Тағы да бір қымбат брейнрот. Бомбардиро Шромодилы дейді. Қайтадан бізге осыны берді. Енді бұны біздер мына жерге қоятын боламыз. Енді қазір сендерге көрсетемін достар. Мынаны қараңдар. Біздер қазір ақшаның көкесін енді көретін боламыз. Барлық біздің брейнроттарымызды сатып тастайық. Енді қараңдар достар. Максималды түрде әрқайсысын көтеретін боламыз. Сені көтерейік. Так, сені де көтерейік досым. Сені де көтерейік. Максималды түрде. Болды. Енді бізде бұлар 484 миллион доллар секундына пиксель сахур алып келеді бізде. Ё-майо. Қазір біз кәдімгідей бай болатын сияқтымыз ғой чота. Так, сені көтерейік. Бір брейнрот берейін ба саған досым? Мынаны ал. Керек па? Саған подарок берейін. Аласың ба, алмайсың ба? Алды, болды достар. Молодец. Болды досым. Саған подаркыңды бердім. Саған бір подаркты бердік. Соған шүкір ет досым. Так, болды. 29 миллион бар. 29 миллион. Так, глич блокты алайық. Енді бізде мынандай глич блогы болады. Так, магазинде бізде 75 миллиондық Anvil Dumbbell деген бар екен. Соны сатып алайық достар. Менің ақшам жететін сияқты қазір. Жете ме екен? Көрейік. Так, 63 миллион. Ады жүгірейік. Осылай жүгіре тұрайық. 75 миллионға дейін. И біздің ақшамыз жетіп қалатын сияқты. Так, жүгір. Давай. Болды, ақшамыз жетеді. И осы дампелді сатып алайық. Міне, Anvil деген. Бұл наковальня достар. Бұл кәдімгідей бір наковальня. Так, достар, біздер уже скоростымызды 600 миллионға дейін жеткізіп тастадық.
офигеть достар, мынау кәдімгідей көп береді екен, кәдімгідей тез береді екен. Мына брейнроттар бізге өте көмектесті. Бізге қазір бұл өте күшті брейнроттар. Бұларды жоғалтып алмау керек. Бұлар бізге керек болады. Так, келесі 700 миллион тұрады екен. Кеттік, әзірше жүгірейікші достар. Енді бізге жете алам екен. Енді бізге жете алады екен достар. Мен жете алмайды деген ойда болып едім. А жоқ, вампир. Біз вампирді өтпеген сияқтымыз. Онда біз вампир деген жаңа уровень болып тұр ғой. Так, вампирді мына жерге қояйық досым. Вампирді осы жерге қояйық. Енді вампирді дамытайық максималды түрде. Бұл неше береді екен бізге достар? Көрейікші. Бұл қанша миллиард бізге ақша береді екен? Так. Сен бізге 115 миллион доллар секундын алып келеді екенсің. Бұл өте күшті. Так, достар, әзірше мына наковальныйны көтере тұрайық. Бірақ бүгінгі біз негізгі мақсатымызды бітірдік деп айтсақ болады. Яғни осы ойындағы осы режимді жарты уровенін өттік. Енді біздер келесі видеода тағы да жарты уровень өтетін боламыз достар. Сендермен бірге болған мен Турбо Қазақ. Өтініш достар, до конца осы видеоны қараған болсаңдар, осы видеоның астына лайк басып, комментарий қалдырып, поддержка жазып кетейік достар. Бұл себебі өте маған маңызды. Мен осы каналды бір ай бұрын аштым. Әртүрлі видео түсіруге сендерге тырысатын боламын достар. Қош сау болың.